Сары судың көптеген ауруларға ем екенін білесіз бе? Сәлем көрермендерім. Бүгін видео сары судың пайдасы туралы болады. Бұл сары су сүттен сүзбені ажыратқанда бөлінетін су. Бұл сары судың құрамында май жоқ, ақуызға бай. Оған қоса ағзада оңай қорытылатын қантты кездестіруге де болады. Сондай-ақ калий, кальций, магний, фосфор элементтері мен көптеген дәрумендер бар. Сары суды күнде ішсеңіз де болады. Бірінші, ағзаны шлактан тазалайды, аштықты сездірмейді. Оны көбінесе артық салмақтан арылғысы келетіндер сусын ретінде ішеді. Себебі сары судың құрамында адамға күш-қуат беретін пайдалы заттар бар. Екінші, бүйрек пен бауыр жұмысын жақсартады. Ішектің қызметін реттейді. Ревматизм, гипертония ауруларын емдейді. Қан айналымын жақсартады. Терінің, шырышты қабықтың, асқазан мен ішектің қабынуын болдырмайды. Жүйкені тыныштандырады. Жүкті әйелдерге пайдасы өте керемет. Созылмалы панкреатит, гастрит, дисбактериоз, тамақтан улану кезінде де сары суды күнде ішіңіз. Сары суды қант диабетіне, тыныс жолдарының созылмалы ауруларына да ем болатыны белгілі. Ал енді бұл сары судың қандай ауруға қалай ішу керек екенін айтайын. Қант диабеті ауруын емдеу үшін 200 грамм сары суды теңдей етіп 3-ке бөлесіз. Сөйтіп күніне 3 рет тамақтанудан алдын ішесіз. Сонда инсулин дұрыс бөлініп, гормон жақсы жұмыс істейді. Егер осылай тұрақты түрде ішетін болса, науқастың қант диабеті реттеледі. Панкреатит ауруын емдеу үшін күніне 2 стакан сары су ішіңіз. Емді үзбей 10 тәулік жалғастырсаңыз, ас қорыту жүйесінің жұмысы жақсарады. Әрі ағзамызды макро-микро элементтерге және дәрумендерге байытады. Ішек жұмысын жақсартып, артық заттардан тазалау үшін ашқарынға 2 шай қасық тұз қосылған 1 стакан сары су ішуді әдетке айналдырыңыз. Ал ішектегі құртты түсіру үшін 1 стакан сары суға 1-2 тіс езілген сарымсақты араластырып ішіңіз. Емді ашқарынға 4 күн бойы ішсеңіз, құрттан да басқа да улы заттардан құтыласыз. Іш қатуды емдеу үшін жарты стакан сары су мен жарты стакан сәбіз шырынын араластырып, оны ашқарынға ішсеңіз, ішектің жұмысын белсендетеді әрі шлакты шығарады. Құяң ауруын емдеу үшін күніне 1 стакан сары су ішесіз. Емді тамақтың алдын қабылдау керек. Сары су ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның саулығын жақсартады. Бауыр ауруын емдеу үшін 3 күн бойы үзбей 300 мг сары су ішіңіз. Сонда ағзаны улы заттан, шлактан тазартады. Бауырдың жұмысын жақсартады. Ағза жоғалтқан дәрумендер мен минералдардың орнын толтырады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан дендеріңіз сау болсын.